Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге лағманға етті дұрыс маринадтаудың жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сиыр етін видеодағыдай етіп турап аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Одан кейін қара бұрышымызды салатын боламыз. Кішкене ғана қызыл бұрыш саламыз. Одан кейін жүгері крахмалын салып шығамыз. Еттің көлеміне қарай кішкене ғана жұмыртқа саламыз. Енді соя тұздығын құятын боламыз. Ең соңында кішкене ғана салқын су құямыз. Судың орнына газдалған су құйса да болады. Салқын болғаны дұрыс. Енді қолмен немесе қасықпен жақсылап араластырамыз. Енді тоңазытқышқа 1 сағатқа немесе 1 түнге қалдырсаңыздар болады. Міне маринадталған етіміз дайын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, мені қолдауды ұмытпаңыздар.